Түркістан облысы Түлкібас ауданы жас туристер станциясы. Қосымша білім беру педагогы Айнұр Өсербекқызы. Сабақтың тақырыбы нашақорлық адам өміріне қауіпті. Сабақтың мақсаты есірткі мен нашақорлыққа қарсы күрес. Сабақтың барысы Қазақстан Республикасының нашақорлықпен ауыратын адамдарды медициналық әлеуметтік оңалту туралы заңы. Нашақорлық пен есірткі заттарын тұтыну себептері және салдары. Есірткі заттарын қолданудың адам ағзасына тигізер зияны. Нашақордың өмірі немен аяқталады? Нашақорлықпен ауыратын адамдарды медициналық әлеуметтік оңалту туралы заңы бар. Нашақорлықпен ауыратын адамдарға мынадай құқықтар қарастырылған. Білікті медициналық санитарлық көмек алу, наркологиялық мекемелер мен ұйымдарды таңдау, өз құқықтары, өздерінен наркологиялық сырқатқа шалдығуының сипаты, сондай-ақ емдеу және оңалту әдістері туралы ақпарат алу. Медициналық әлеуметтік оңалтуды тұрғылықты жері немесе қажет болған жағдайда жүрген жері бойынша өткізу. Дүниежүзі елдерін жайлаған нашақорлық дерті күн сайын тамырын тереңге жайып барады. Бұл жұқпалы ауруға Қазақстан да шалдыққан. Тіпті ол уақыт озған сайын асқынып бара жатыр. Неге? Оның әртүрлі себептері бар. Ең негізгісі жоқшылық, қымбатшылық, жұмыссыздық. Кейінгі есірткілік заттарды қолданатындардың басым көпшілігі мектеп жасындағы бойжеткендер мен боз балалар. Оның себептері әртүрлі. Біріншіден, олар өз-өздеріне есеп беріп жатпайды, өмірдің не екенін әлі жете түсінбейді. Екіншіден, бұл жаста әр нәрсеге еліктегіш, тез бейімделгіш келеді. Адам болған соң әркімнің мінезі әртүрлі болады емес пе? Осы мінезден болашағына емес, бір күндік рахат ләззатқа, қызыққа еліктеп, шоқ басқанын өзі де білмей қалады. Ал есірткінің қарамағына бір іліксең, одан аман есен құтылып шығудың екі талай екендігін ата-аналарымыз, ұстаздарымыз қаншама айтып, теледидар, газет-журналдарда көрсетіп, жазылып та жүр. Ең алдымен нашақорлыққа ұшыраған адамның мінез-құлқы өзгеріске ұшырайды. Ол ашушаң бола бастайды. Кез келген нәрсе қанын қайнатып, жүйкесін тоздырып шығады. Айналасындағылардың барлығын жау санап, айбат көрсетуді, аты-жөні жоқ ашуды әдетке айналдырады. Наша шегетіндерде олардың киімдерінен темекіден басқа ерекше иіс байқалады. Көздері қанталап, бұлыңғыр тартып тұрады. Қимылы сылбыр да жай болады. Сұрағаныңызға бірден жауап бермейді. Түсінбей тұрады. Қайта-қайта сұрауы мүмкін. Есірткіні ине арқылы қабылдайтын нашақорларды да тануға болады. Олар ауа райы мен жағдайға байланыссыз әрдайым ұзын жеңді киім киеді. Мұны олар ине шаншылған денелерін көрсетпеу үшін істейді. Киімі мен өз кейпіне немқұрайлы қарайды. Шаштары өсіп, тістері сарғайып, қажетті минералды жетіспегендіктен ұнтақталып кетеді. Әңгімесі мағынасыз, мәнсіз. Көз қарашықтары шамадан тыс кеңейіп, немесе жіңішкеріп кетеді. Аузынан арақтың иісі шықпаса да, мас адамға ұқсап теңселеді. Бір нүктеге қарап ұзақ тұрып қалады, немесе жатып алады. Есірткісі жоқ болып қалса, ашуланғыш болады. Жаз болса да тұмау тигенде мұрнын тарта береді. Көзі жасаурап жүреді. Еңсесі түсіп, мойнын ішке тартып бүкірейіп жүре бастайды. Ұйықтап жатқанда денесін қарасаңыз, ине шаншыған іздерді оңай табасыз. Нашақордың өмірі көбінесе қайғы қасіретпен аяқталатын естіп те, көріп те жүрміз. Нашақорлық дертіне шалдыққан адам онсыз өмір сүре алмайтындай күйге түседі. Өзінің денсаулығын, өмірін құртып қана қоймай, жақындарының, қоршаған адамдардың өміріне де қауіп туғызады. Күн өткен сайын елімізде нашақорлыққа байланысты жасалатын қылмыстың саны күрт өсіп отырғанын ешкімге де жасырын емес.
Өкінішке орай, есірткінің құрығына іліккен жастардың ата-анасының қасіретін сөзбен жеткізу өте қиын. Сабақты қорытындылай келе, жылына елімізде 10 тоннадан астам есірткі заттары тәркіленеді. Оны өздеріңіз де көгілдір экраннан көріп жүрсіздер. Ішімдікке, темекі тартуға, нашақорлыққа әуестенушілер осы зиян заттардың адам өміріне қаншалықты қауіп төндіретінін біле ме? Аты жаман індетке апаратын тура жол осы маскүнемдік, нашақорлық екенін түсінген болар деп ойлаймын. Міне, әр адамның мәні де, сәні де өмір сүру үшін денсаулықтың әсері ұшан теңіз. Тәлім-тәрбие жолында қажет болса, үзіп берер шәкірттеріме тілерім толқынға салған арақ, темекі, нашақорлықтан жас жандарыңызды аулақ ұстаңыздар. Салауатты өмір салтын жандарыңызға жан серік етіңіздер.